Неміс тілінде, қазақ тіліндегідей екі форма бар, сіз және сен. Сіз, яғни зи немісшесі, ол ресми форма болып табылады. Бейтаныс адамдармен, жұмыстағы басшылармен, мұғалімдермен және үлкен кісілермен сөйлескенде қолданылады. Ал бейресми түрі ду, ол біздегі сен сөзі. Достармен, туыстармен, балалармен және өзіңмен жасты немесе кіші адамдармен сөйлескенде қолданылады. Зи үнемі үлкен әріппен жазылады және оның жанында тұрған етістік әрдайым ен жалғауымен аяқталады. Мысалы, come and see, ен жалғауы жалғанып тұр. Сіз келесіз бе деген мағынаны білдіреді. Ал do сөзінде етістік s-ті жалғауымен аяқталады. Мысалы, comes to, сен келесің бе? Comes to, онда s-ті жалғауы жалғанып тұр. Біз бұл ережеге қазір әрбір сұрақта жеке-жеке тоқталамыз. Басқа адаммен танысқанда өте жиі қолданылатын сөз ол wie heißen Sie. Wie heißen Sie? Сіздің есіміңіз кім? Du формасы wie heißt du? Wie heißt du? Сенің есімің кім? Байқаған боларсыздар, міне зи бас әріппен жазылып тұр және етістік ен жалғауымен аяқталып тұр мына жерде. Du кіші әріппен жазылады және етістік т жалғауымен аяқталып тұр. Бұл екі формаға да біз бір ғана түрде жауап береміз. Ich heiße Julia. Ich heiße Julia. Менің есімім Юлия. Келесі жиі қолданылатын сұрақ. Wie ist Ihre Familienname? Wie ist Ihre Familienname? Сіздің фамилияңыз кім? Du формасы Wie ist dein Familienname? Wie ist dein Familienname? Сенің фамилияң кім? Екеуіне де мынандай түрде жауап береміз. Mein Familienname ist Müller. Mein Familienname ist Müller. Бұл жердегі Familienname аудармасы фамилияңыз. Фамилияңыз фамилияң. Mein Familienname ist Schmidt. Mein Familienname ist Маратова деген сияқты жауап береміз. Жалпы Германияда фамилияны сұрау өте маңызды, себебі ол ресми ортада ханым мырза дегенде фамилиясын қойып айту ол қалыптасқан жағдай. Келесі сұрақ. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Сіз қай жақтан келдіңіз? Яғни адамның қай елден, қай қаладан келгенін білу үшін осы сұрақты қоямыз. Woher kommen Sie? Du формасы woher kommst du? Woher kommst du? Сен қай жақтан келдің? Яғни woher деген қай жақтан деген сөз. Kommen деген келдіңіз. Kommst келдің. Бұл сұрақтарға былай жауап береміз. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Мен Германиядан келдім. Яғни бұл жерде aus деген, дан деген жалғаудың немісшесі. Deutschlandтың орнына кез келген елдің атын қойып айтуға болады. Өзіңіздің келген жеріңізге байланысты. Мысалы, ich komme aus Қазақстан. Ich komme aus Russland. Ресейден келдім дегеннің немісшесі. Келесі сұрақ. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Сіз қайда тұрасыз? Яғни қай қалада тұратынын білу үшін осы сұрақты қоюға болады. Wo wohnst du? Сен қайда тұрасың? Wo wohnst du? Wo деген, яғни қайда деген сөз. Бұл сұраққа былай жауап беруге болады.
Ich wohne in Dresden. Ich wohne in Dresden. Мен Дрезден қаласында тұрамын. Немесе ich wohne in Алматы. Ich wohne in Астана деп жауап беруге болады. Келесі сұрақ. Wie alt sind Sie? Сіз неше жастасыз? Бұл жердегі alt сөзі жас дегенді білдіреді. Сіз неше жастасыз? Du формасы wie alt bist du? Wie alt bist du? Сен неше жастасың? Бұл сұраққа жасыңызға байланысты жауап бересіз. Мысалы, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin 33 Jahre alt. Мен 33 жастамын. Немесе ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 45 Jahre alt деп жауап беруге болады. Келесі танысу кезінде жиі қолданылатын сұрақтың бірі. Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Сіз қай тілдерде сөйлейсіз? Welche деген қандай деген сөз. Sprachen тілдер дегенді білдіреді. Sprechen сөйлеу. Welche Sprachen sprechen Sie? Du формасы welche Sprachen sprichst du? Сен қай тілдерде сөйлейсің? Бұл сұрақтарға сөйлейтін тіліңізге байланысты жауап бересіз. Мысалы, ich spreche Deutsch und English. Ich spreche Deutsch und English. Мен неміс және ағылшын тілдерінде сөйлеймін. Келесі бір сұрақ, ол мамандыққа қатысты. Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Сіз немен айналысасыз? Сіздің мамандығыңыз қандай деген сұрақтың немісшесі. Du формасы was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Сен немен айналысасың? Бұл жерде beruflich, ондағы beruf сөзі мамандық дегенді білдіреді. Бұл сұрақтарға мамандығыңызға байланысты жауап беруге болады. Мысалы, дәрігер болсаңыз, ich bin Arzt, ер дәрігер жауап береді, мен дәрігермін деген сөз. Немесе әйел дәрігер, ich bin Ärztin деп жауап береді. Неміс тілінде жалпы мамандықтар ер немесе әйел адам болуына байланысты олардың сөздердің формалары сәл өзгереді. Оны біз мамандықтарды өткенде жеке тоқталамыз. Келесі тағы бір жиі қолданылатын сөз сұрақ. Was sind Ihre Hobbys? Was sind Ihre Hobbys? Сіздің хоббилеріңіз қандай? Сіздің қызығушылықтарыңыз қандай? Du формасы was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Сенің хоббилерің қандай? Meine Hobbys sind Lesen und Reisen. Meine Hobbys sind Lesen und Reisen. Менің хоббилерім кітап оқу және саяхаттау. Сіздер бұл жердегі Lesen және Reisen орнына өз хоббилеріңіздің немісшесін тауып жазып үйренсеңіздер болады. Келесі сұрақ ол отбасылық жағдайға байланысты. Мысалы, sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Сіз үйленгенсіз бе? Сіз тұрмыстасыз ба? Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Сен үйленгенсің бе? Сен тұрмыстасың ба? Бұл екі сұраққа үйленгеніңізге немесе үйленбегеніңізге байланысты, тұрмысқа шыққаныңызға, шықпағаныңызға байланысты екі түрде жауап беруге болады. Мысалы, я, ich bin verheiratet. Я, мен үйленгенмін. Я, мен тұрмыстамын.
Немесе nein, ich bin nicht verheiratet. Жоқ, мен үйленбегенмін, жоқ, мен тұрмыста емеспін деп жауап беруге болады. Келесі сұрақ балаларға қатысты. Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Сіздің балаларыңыз бар ма? Du формасы hast du Kinder? Hast du Kinder? Сенің балаларың бар ма? Бұл сұраққа балаларыңыздың бар болуына немесе жоқ болуына байланысты жауап бересіз. Мысалы, ja, ich habe ein Kind. Ja, менің бір балам бар. Nein, ich habe keine Kinder. Жоқ, менің балам жоқ. Немесе мына жерде ja, ich habe 2 Kinder. Ja, ich habe 3 Kinder деп жауап беруге болады. Ja, менің 2 балам бар, 3 балам бар деп. Енді осы бүгінгі өткен тақырыпты қорытындылап өтсек, бұл слайдта біз Sie формасына, сіз формасына тоқталамыз. Wie heißen Sie? Ich heiße Julia. Wie ist Ihre Familienname? Mein Familienname ist Müller. Woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Dresden. Wie alt sind Sie? Ich bin 33 Jahre alt. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Deutsch und Englisch. Was machen Sie beruflich? Ich bin Arzt. Ich bin Ärztin. Was sind Ihre Hobbys? Meine Hobbys sind Lesen und Reisen. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ich habe 3 Kinder. Ендігі слайдта du формасы. Wie heißt du? Ich heiße Julia. Wie ist dein Familienname? Mein Familienname ist Müller. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Wo wohnst du? Ich wohne in Dresden. Wie alt bist du? Ich bin 33 Jahre alt. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch und Englisch. Was machst du beruflich? Ich bin Arzt. Ich bin Ärztin. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Lesen und Reisen. Bist du verheiratet? Ich bin nicht verheiratet. Hast du Kinder? Ich habe keine Kinder.